Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Анар каналыма қош келдіңіздер. Бүгін миксерсіз, майсыз және бір ғана жұмыртқадан дайын болатын осындай өте дәмді панкейктер дайындайтын боламыз. Өте тез дайындалады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Дайындалу жолымен көрсетейін. Ең бірінші бізге жұмыртқа қажет болады. Және де 2 ас қасықпен толтырып, я болмаса 35 грамм қант қажет болады. Осыны жақсы етіп, венчиктің көмегімен 1 минут шамасында жақсылап тұрып араластырамыз. Қантымыз жақсы болып еріп кетуі қажет. Мінекей біз 1 минут шамасында араластырдық. Енді ары қарай жылы сүтімізді құятын боламыз. Сүттеріңізді міндетті түрде жылытып алыңыздар. Қантыңыз да, ұныңыз да осындай бөлме температурасында болғаны абзал. Ұнымызды салатын боламыз. Бізде 160 граммдай ұн кетті. Осы ұнның үстіне електен өткізіп салатын боламыз. Ұнның үстіне бірден шымшым ас содасын, шымшым тұзымызды және де 1 шай қасық ұн қопсытқышымызды салып жібереміз де, жаймен 3-4 бөлікке бөле отырып, електен салатын боламыз және венчикпен араластырып тұрамыз. Енді ұнымызды жақсылап араластырамыз венчиктің көмегімен. Бізде ешқандай да түйіршік қалмауы қажет. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Мен арнайы осындай ыдысқа құйып алып жатырмын. Осы ыдыстан құйып тұрып пісіретін боламын, маған солай ыңғайлы. Егер сізде осындай ыдыс болмаса, жай ғана ас қасықтың көмегімен әдеттегідей пісіре берсеңіз болады. Табамызды жай отқа қоямыз. Қатты отта пісірмеңіздер, өйткені күйіп кетуі мүмкін, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сондықтан жай отта ғана пісіретін боламыз. Бетіне осындай көпіршіктер шыққан кезде екінші бетіне біз алмастыратын боламыз. Екінші жағына мінекей алмастырған кезде жақсы болып көтерілетін болады. Құрметті достар, егер менің каналым сіздерге ұнап жатырса, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге. Мінекей біздің панкейктеріміз дайын болды. Бір ғана жұмыртқадан осыншама панкейк шықты. Бізде 4 адамға толығымен таңғы асқа жетеді. Әртүрлі тәттілермен ұсынуға болады панкейктерді. Сгущенкамен, я болмаса вареньемен, нутелламен ұсынуға болады. Өте дәмді болып шығады, тез дайындалады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Барлықтарыңызға ас болсын, және де менің каналымда сонымен қатар күріш ұнынан жасалған панкейктердің де рецептісі бар. Соны да көрсеңіз болады.